Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өзімнің балық қору әдісімен бөлісетін боламын. Өте қарапайым, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай қып-қызыл болып, қытырлап дәмді болып шығады. Ең алдымен балығымыздың ішкі бөліктерін барлығын тазалап аламыз. Одан кейін балығымызды өзімізге ыңғайлы етіп, бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Құрметті достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Менің каналымнан өте оңай рецептерді және ерекше тағам түрлерін кездестіре аласыздар. Одан кейін балығымызды тұздаймыз. Барлығын осылай бір ыдысқа салып аламыз. Одан кейін тұзымыз сіңетіндей етіп барлығын жағып шығатын боламыз. Осы тұзымызбен бірге қара бұрышты да сеуіп жіберсеңіздер болады, бірақ қара бұрышты себу міндетті емес. Одан кейін балығымыздың тұзы сіңуі үшін 30 минутқа қойып қоямыз. Балығымыздың тұзы сіңемін дегенше бетіне турайтын пиязымызды дайындап аламыз. 2 бас пиязымызды жіңішке етіп тураймыз. Оны да бір бөлек ыдысымызға салып аламыз. Үстіне 9% жарты шай қасық уксус құятын боламыз. Одан кейін қара бұрыш сеуіп барлығын жақсылап бір араластырамыз да, оның да бетін жауып қоямыз. Уксусты қосқаннан кейін біздің пиязымыздың ащылығы кететін болады. Табамызға балығымыз батып тұратындай мөлшерде сұйық майымызды құйып қыздырып қоямыз. Одан кейін ұнымызды осындай шұңғыл ыдысқа салып аламыз. Міндетті түрде осындай шұңғыл ыдысты пайдаланыңыздар. Балықты ұныңызға аударып айналдыратын кезде өзіңізге өте қатты ыңғайлы болады. Сол үшін міндетті түрде осындай шұңғыл ыдысты пайдаланыңыз. Одан кейін балықтың ішінен шыққан уылдырығымызды еш нәрсе қоспай, тек уылдырықтың өзін ғана осылай майға қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Уылдырығымыз өте тез піседі. Сол себепті міндетті түрде қасында тұрып екі бетін айналдыра отырып пісіріп аламыз. Одан кейін балығымызды ұнға аударып, қызып тұрған майымызға саламыз. Балығымыз табамызға сыйғанша саламыз. Көп салудың қажеті жоқ, себебі айналдырған кезде кедергісін жасайды. Мінекей сіздерге уылдырықты көрсетіп жатырмын. Барлығы піседі. Ешқандай тұз, бұрыш қосудың қажеті жоқ, себебі уылдырығымыздың көлемі барлығы кішкентай ғана, сондықтан лақтырып тастамай осылай бірінші уылдырығымызды қуырып аламыз. Мінекей балығымыз қызарып пісіп жатыр. Осы балығымызды келесі бетін аударып, екі бетін айналдыра отыра пісіріп аламыз. Газымыздың астын орташа отқа қоямыз. Міндетті түрде орташа отта тұруы керек. Сіздің балығыңыз 5-7 минутта пісіп шығатын болады. Сондықтан да міндетті түрде балықтың қасында тұрып пісіріп алыңыздар, қызартып. Мінекей сырты барлығы керемет қып-қызыл болып піседі. Осымен біздің балықтарымыз дайын. Бетіне алдын ала дайындап алған пияздарымызды үстіне сеуіп шығамыз. Жасап көріңіздер, өте оңай, жасалуы қарапайым. Жасалуында ешқандай қиыншылық жоқ және қиындатудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Дәл осылай тек ұнға ғана аударып пісіре берсеңіздер, сіздердің балықтарыңыз өте дәмді болып шығатын болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.